Ассаламағалейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан бірінші әлем чемпионаты Астана қаласының желкесінде орналасқан Қазанат атшабарындағы әлем елдерінен жиналған командалардың арасындағы тартысты бәсекелерді назарларыңызға ұсынып отырмыз. Бүгінгі көрсетілімізде, құрметті көрермен, Америка құрама штаттары мен мұхит асып келген құрама команда мен Моңғол халық республикасының командалары, яғни Монголия ойнайтын болады. Және бұл әзірге іріктеу кезеңдері. Жарыстың екінші күнінің ойындарын сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Қазір төрешілер екі команданың палуандарын ортаға алып келгенінде байқадыңыздар. Ортадағы төреші халықаралық дәрежедегі төреші Ақылбай Манкеев, Қазақстан Республикасының төрешісі, және біз көріп тұрған қапталдағы төрешілердің қатарында Зиябек Жеткеровті көріп отырмыз. Зиябек Жеткеров те қадірменді ағайын, таныс болыңыздар. Бүгінгі жарыс төрешілері ортадағы төреші атынан қатысып отыр. Манкеев, және Сейдулла Жәлелев, Зиябек Жеткеров, Болат Абилбаев, Ресей Федерациясының атынан қатысып отқан төреші, құрметті көрермен. Қазір қос мемлекеттің әнұрандарын тыңдаймыз, одан кейін ойын басталатын болады. Монғолия халық республикасының гимні. Құрметтеріңіз қадірменді ағайын, Америка құрама штаты мемлекеттік гимні.
Сонымен қадірлі телекөрермендер, Моңғол Халық Республикасының және Америка құрама штаттарының гимнін мемлекеттік тыңдадыңыздар. Енді ақштың құрамымен таныстыра кетейік. Джеймс Николс, Ричард Брэндон, Гарни Крид, Гарни Голден, Скотт Циммерман, Гивенс Джейсон, Брок Хэррис, Чендлер Минтон, Ти Джей Молтон, Брайан Минтон, Геррет Эдингтон, Дэнни Лей. Міне осы тізім бойынша осы реттік нөмірлермен 12 адам өнер көрсетеді. Және өткен жылы Қырғыз Республикасында өткен бүкіл әлемдік көшпенділер ойындарында өнер көрсеткен спортшыларды, көкпаршыларды да көріп отырмыз. Ал Моңғолияның құрамы міне сіздердің алдарыңызда. Қуантай Қайыржан, Ғалым Дәулет, Байыс Досжан, Мұрат Ерлан, Айбарс Болат, Досанешан, Абджапар Абуғали, Үрстем Арслан, Ақпи Бақытбек, Рыстас Түлек, Серік Жеңісбек, Мағжан Құрманбек, бас бапкер Мүшелбай Бұхарест Насетқан. Кешірім сұраймыз. Сонымен бәсекенің алғашқы кезеңдері басталуына шақ. Қос команданың жігіттері дайын болса, ортадағы төреші дәл қазір соны білетті, бәсекені бастайтын болады. Ортадағы төреші халықаралық дәрежедегі төреші Ақылбай Манкеев. Төрешінің алғашқы ысқырығы және кіші бірге шапқан қос команданың төрттігін көріп отырмыз. Бірінші болып Моңғол Халық Республикасының көкпаршысы Қуантай Қайыржан серкеге жеткен болатын, дегенмен жерден көтере берген кезде көкпар алаңның сыртына шығып кетті. Демегенде ортада жекпе-жек сайысы болады деген сөз. Жекпе-жекке екі спортшы шығады екі командадан, және ол екеуінің күшін сынауға берілетін уақыт 2 минут. 2 минуттың ішінде серке жерден көтерілмейтін болса, онда міндетті түрде атты адамды ауысатын болады. Құрметті көрермен, кеше Америка құрама штаттарының Түркия мемлекетімен ойнағанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Және Түркиядан 7-1 есебімен ойсырай жеңілгенді. Ал Моңғолия Халық Республикасының құрама көкпар командасы Қырғызстанмен кездескен, және ол бәсекеде Моңғолия 4-0 есебімен жеңіліс тапқан. Алғашқы мүмкіндік, және бұл шабуыл салымға ұласа мекен әттеген Боғали Абджапаров. Бұл жерде уысында тұрған салымды шығарып алғанын көрдіңіздер. Асықпай келді, ешқандайда қорғаныстың жоқ екенін көріп тұр. Соның өзінде келіп салымды серкені, яғни мәре сызығының тура жиегіне әкеп тастады. Қараңыздар, ешқандайда бұл жерде қорғаныс болған жоқ. Сондықтан тамаша салымды асықпай салуға мүмкіндік бар еді. Боғали Абджапаров сол мүмкіндікті жіберіп алғанын көрдіңіздер. Ортада тағы да жекпе-жек сайысы. Және бұл жолы өздеріңіз көріп отырғандай жалпы командалық тартыс, яғни серке ойын алаңының жиегіне, яғни мәре сызығының жиегіне түскен кезде дәл осындай жалпы командалық тартысын көрмейтінін өздеріңіз жақсы білесіздер. Құрметті көрермен, сонымен бүгін Моңғолия мен Америка құрама штаттар арасындағы тартысты бәсекені тамашалайтын комментаторларыңыз. Міне тамаша салым, ардақты ағайын, бізді таныстыруға үлгертпеді. Бұл Қуантай Қайыржан, өте тәжірибелі ойыншы. Қуантай Қайыржан бірінші нөмірдегі команданың капитаны десек болады. Моңғол Халық Республикасының қоржынына алғашқы салымды алып келді. Өте тамаша. Есеп 1-0. Сонымен бүгінгі ойынды тамашалайтын комментаторларыңыз мен Қайырхан Мәулен және менің әріптесім Аян Төлеген. Рахмет, Қайырхан. И снова здравствуйте, уважаемые телезрители, любители спорта. Я думаю, наш телезритель телеканала Каспорт уже потихоньку может привыкать к тому, что на этом дебютном чемпионате мира по көкпару в Астане на столичном стадионе Қазанат комментарии мы ведем на 2 языках. Это в первую очередь для еще большей популяризации көкпара не только в нашей стране, но и для гостей, которые приехали посетить нашу всемирную выставку Экспо 2017. Ну, все самое
важное, самое интересное. Мы говорили вчера по ходу самой первого дня трансляции, объясняли правила. По ходу мы еще, конечно же, будем к ним возвращаться. Ну а сегодня второй соревновательный день. И, как вы видите, на ипподроме Казанат сражаются кокпаристы Монголии и Соединенных Штатов Америки. Кто бы мог подумать еще 10-5 лет назад, что такое возможно, чтобы был чемпионат мира и приехали бы спортсмены из-за океана. На самом деле это большое достижение всей Ассоциации национальных видов спорта Казахстана. И очень много людей, очень много фанатов, которые болеют, в которых еще горит сильно кровь за национальные ценности. Так вот, благодаря таким людям и не только сохранились, но и приумножились богатства именно национальных видов спорта. Вы видите, как монгольская команда, ну, если говорить уже на самом деле конкретно, то команда собрана из Баян-Ульгийского района Монголии. Ну, а как вы знаете, в этом районе большинство живут наши братья-казахи. Порядка 100 тысяч человек на сегодняшний день живут, сохранили свой язык, традиции, культуру. И вот они не остались в стороне от такого большого праздника, Кокпара, праздника спорта, и приехали в Казахстан, в нашу столицу, для того, чтобы показать свое мастерство. 2-0 тем временем ведет монгольская команда в противостоянии с американцами. Ну, про американцев вообще много что можно рассказывать, потому что они являются изюминкой этого чемпионата, потому что приехали они из штата Огайо, они себя называют ковбоями. Ну, всем нам известно, и мы помним фильмы, вестерны про ковбойцев. Так вот, эти славные ребята из Америки приехали сюда, и, как вы видите, не просто приехали, они приехали играть, и даже более того, хотят победить. Но, как говорят в спорте, все приходит со временем, и опыт, и мастерство, поэтому именно в противостоянии с такими сильными командами, как Монголия, Казахстан, конечно же, можно будет приобрести уверенность и в будущем показывать самые высокие результаты. Игра, на самом деле, очень интересная. Вчера мы видели, как сборная Монголии противостояла кыргызской команде. Кыргызская команда — это одни из фаворитов наравне с нашими земляками, казахстанцами. И так вот, тяжело прошел матч для обеих команд. Тем не менее, сборная Кыргызстана сумела победить со счетом 4-0. Что касается американцев, то они в дебютной игре уступили своим соперникам из Турции. Кайырхан, я вот со вчерашнего дня читаю в социальных сетях, читаю новости, не только на наших форумах, но и на кыргызских, на других сайтах, российских. И оказывается, на самом деле, очень большое внимание этот чемпионат мира привлекает. Очень большое внимание, очень много пишут, и все пишут восторженно. Причем мне понравился один момент, то что российские болельщики пишут, почему не в России провели этот чемпионат мира. Но больше всего там переживали кыргызы. Они считают, что Кокбору, именно он должен провести свой первый чемпионат мира в солнечном Кыргызстане, но наши функционеры постарались и привезли его, тем более в рамках Экспо, в столицу Казахстана, первый чемпионат мира. А так очень много сожалели на самом деле наши друзья из Кыргызстана и говорили, почему у нас его нету. И они очень сильно следят за событиями. Я әрине, амандық болса, қазір таңда келіссөздер жүріп жатыр. Міне 5-ші нөмірдегі өздеріңіз көріп отырсыздар. Болат, Айбарыс Болат ойынның 7-ші минутында есепте еселеп 3-1-ге жеткізіп кеткенін көрдік. Я расымен де Аян сөзіңнің жаны бар. Қазір таңда көкпарға қызығушылық танытып отырған мемлекеттер өте көп. Тіпті Америка Құрама Штаттарының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі келіп, осы жарыстың ашылу салтанатында қазақ тілінде сөз сөйлеп, құттықтап барша спортшыларды өзінің тілегін жеткізіп, жігіттерінің намысын қайрап кеткен болатын. Это тоже победа казахстанского спорта нашей страны. Сондай-ақ қазір таңда түрік телеарналары, қырғыз телеарналары дәл осы көкпарды Казспорт телеарнасы арқылы тікелей эфирде өз елдерінде көрсеткісі келеді. Оған қазір және сондай-ақ құрметті телекөрермен, неге Қазақстан дейтін сұрақтың негізгі жауабы әуелі Экспо болса, одан кейін қанымызда бар қасиет болатын болса, көкпар бәрімізге ортақ дүние болатын болса, сондай-ақ құрметті көрермен, қазір таңда көкпардың штаб-пәтері Астана қаласында. Оған кейін Қырғызстанның Бішкек қаласында болған, Астанасында қазір 2010 жылдан бастап
өте электіресік көкпардың штаб пәтерін Астанаға көшірді. Бұл біріншіден. Халықаралық федерация бар ұлттық спорт түрлерінің, ол да Астана қаласында. Сондықтан Астанада өтуі, Қазақстанда өтуі бұл заңдылық деп ойлаймыз. Оның үстіне тұңғыш боп қадам жасау қазақ елінің қолынан келгені бізге мақтаныш. Сонымен құрметті көрермен, тағы да бір салымның куәсі болдыңыздар. Өте тамаша Ғалым Дәулеттің орындауындағы салым. Ойынның 10-шы минуты, есеп 4-1. Моңғол Халық Республикасы кеше Қырғызстанмен қандай ойын көрсеткен өздеріңіз жақсы білесіздер. Ал қазіргі бәсекеде де кәдімгідей серкені бір-біріне алмастырып, ортадан алған кезде де өздерінің шеберліктерін көріп отырмыз. Енді Америка Құрама Штаттарының қазір таңда тәжірибесі аз, ол жасырын емес. Өткені осы чемпионаттың алдында пресс-конференция ұйымдастырып, Американың елшілігі бүкіл журналистерге ақпарат айтқан болатын. Сол кездегі басты күндері айтқан. Америка көшпенділер ойындарында осы негізінен қызықтап келген көкпар қалай болар екен, одан кейін мақпал болса әлем чемпионатына қатысуға өздері ұсыныс білдірді. Енді осыдан кейін дәл осылай мемлекеттегі көкпарға деген қызығушылық жалғаса беретін болса, амандық болса, 2-3 жылдан кейін таңғалатын жағдай болмайды. Жаңа Аянның өзі де айтып отыр, мен әріптесім өткендей, осыдан 5-10 жыл бұрын тіпті мұндай чемпионат түсімізге де кірмейтін өту, қазір әлем чемпионаты өтер. Сол сияқты Американың да тамаша ойын өрнегін көрсетіп жүрген кездері, жеңіске жететін сәттері, аттың үстінде тік отырып, тақымнан серкен шығармай, жерден ілік кетіп, мәренің үстіне апарып дөп тастайтын кездері алыс емес деп ойлаймыз. А мне еще понравилось, как американцы на предматчевых конференциях не раз подчеркивались и выражали свое большое уважение нашим традициям, нашей любви к лошадям. Они прямо и так и говорили, что мы, как и казахи, тоже любим лошадей, мы любим вот такие вот конные игры. И они приехали сюда учиться. Вот что мне понравилось, вот и капитан команды говорил, и главный тренер. Они все говорили, мы приехали учиться у казахов. Ну, добро пожаловать в Казахстан, конечно же, мы скажем всем нашим гостям. Давайте будем смотреть, будем болеть за красивый кокпар, тем более, что все спортсмены горят желанием. Второй день уже показывает нам, насколько все остро, насколько все принципиально здесь проходит. Ну а все самое интересное, конечно же, нас будет ждать впереди. Пока что идет квалификация, 11 команд сражаются за звание лучших из лучших. Ну и пока кто из них выйдет из группы, пока что они борются по круговой системе. Серке Әбуғали Әбжаппаровтың тақымында, құрметті көрермен, екі топта 6-6 командадан 12 елдің өкілдері болуға тиісті, бірақ Әзірбайжан құрамасы кеше ғана айтты қатыса алмауына байланысты бір топта 5 командадан. Сондықтан енді 27-ші тамызға дейін іріктеу сындары өтетін болады, және 27-ші тамыз соңғы 2 ойын 3-ші орын үшін және ақтық финал болады. Әбуғали Әбжаппардың тақымында Серке, 7-ші нөмірдегі Брок Хэрис қалай қорған жатқан өздеріңіз көрдіңіздер. Аттың қапталын әдемі алып келді. Әбуғали Әбжаппаров қамшына істеп алып, Серкені тақымға басып, аттың тізгінін ары беріп, бері бұрып, Серкені тура мәренің үстіне алып келуге ыңғай жасауда, және бұл әдемі шабуыл, тамаша нәтиже, және есеп 5-1 құрметті көрермен. Ойынның 13-ші минутында Әбуғали Әбжаппаров Монғолияның қоржынына 5-ші салымды салып кетті. Әрине, көкпар бәсекесі өте қиын ғой бір жағынан. Сондықтан да бұл жерде серкені ұстап отыру, тақымға басу, тез шабуылдарды ұйымдастыру Америка Құрама Штаттарына кішкене қиындық тудырып жатыр. Дегенмен көш жүре түзеледі дейді қазақ. Және көшті жүре түзетуге келгендерінде Америка Құрама Штаттарының азаматтары жасырған жоқ. Сондықтан ынта болса барлығы да оңалады дейтін сенім мол. Ал Моңғол Халық Республикасының жігіттері өте тәжірибелі, аттың үстінде жүргендері көрініп ақ тұр. Сондықтан да бұл жерде асықпай, аптықпай, шаршатпай, өздерін аттарында шаршатпай, көп жылдам шаппай, соқпай ойын өрнегін көрсетуде. Сонымен есеп 5-1 Монғолияның жігіттері алда келе жатқан көріп отырмыз. Қараңыздар, Америка Құрама Штаттарының палуаны Крит Гарни өткен жылы көшпенділер ойындарында да өнер көрсетіп, ерекше көзге түскен палуан, және тақымға басып қалай кетіп бара жатқан көрдіңіздер.
мәреге жақындаған сәті бұл салым болуға тиісті, және салым, құрметті көрермен. Крит Гарник, Америка құрама штаттарының. Өздеріңізде жүректеріңіз жіпсіп, жандарыңыз жоқ болатын шығар. Америка құрама штаттарының азаматтары. Крит Гарник салым салды деген кезде расымен де бұл кеше өткен біздің түсімізге кірмеген дүние. Демек, қазақтың спорты, ұлтымыздың көкпары әлемдік деңгейге жетті деген сөз. Да, и в самом деле не было такого в нашей истории, но это только начало, как говорят наши функционеры. Кайрат Сатыбалды, почетный президент Ассоциации национальных видов спорта, и Бекбулат Алиухан, именно эти двое, на самом деле, фанаты национальных видов спорта, очень много сделали. И вот Кайрхан говорил, что и штаб-квартира в Астане находится, и это практически значит, что мы главные сейчас в этом виде спорта на мировой арене. Ну и то, что Кокпар сейчас чемпионат мира. Сегодня был я, кстати, на ипподроме Казанат, и там такая атмосфера, на самом деле, очень спортивная, очень интересная, захватывающая царит, и поле, вот если вы по экрану своих телевизоров видите, насколько чистое поле, красивое, то вживую она выглядит еще интереснее. Поэтому призываем всех, уважаемые наши друзья телеканала Каспорт, если вы находитесь в Астане, в гостях, или вы живете здесь, приходите на стадион, на ипподром Казанат. На самом деле места всем хватит, поэтому смотреть вживую Кокпар — это двойное удовольствие, это дорогого стоит, поэтому можно прийти, можно поболеть, тем более, что такие команды. Когда вы видели, чтобы американцы или монголы на нашей земле вот так вот играли Кокпар, причем чисто вот по, как настоящие заправские кокпаристы, сейчас вот очередной. Засчитаете или нет все-таки? Кажется, за черту вышел, да? Бірақ Серкенің бір ғана ұшы, өздеріңіз көріп отырсыздар, бір сирағы, бір мойыны жиекке тиіп жатыр, және Ақылбай Манкеев ортадағы төреші. Халықаралық дәрежеде саналған жоқ. Бұл салым саналған жоқ. Да, конечно, Ақылбай Манкеев знает все правила, все тонкости. Даже на 1 сантиметр, если туша, муляж будем говорить, муляж выходит за пределы круга, то это уже, значит, не засчитывается. Но они будут играть с малого круга, и сейчас, в принципе, должно, острота не должна пропасть, потому что рядом с воротами продолжается игра. Для неискушенного зрителя, неподготовленного, наверное, будет непонятно, как вот в такой круговерти событий можно подхватить муляж, тем более, что муляж он весом до 35 килограммов, и насколько это легко или тяжело все это сделать, знают только сами кокпаристы. Ну, если у вас есть знакомые, друзья, родные, кто занимается кокпаром, вы, конечно же, их видели на его... Мне Кайрхан рассказывал на тренировках, что вытворяют кокпаристы. Они, бывают, тягают до 80 килограммов железа, и это для них не предел, потому что очень много силы. Да, очень много сил нужно. Если вы посмотрите на руки кокпариста, то, конечно же, вы будете поражены. Да, не дают сейчас американцы захватить этот центр круга, но монголы спокойно, солидно, как в принципе, у них позволяет это сделать опыт. Они солидно забивают раз за разом в свои ворота, в свой счет голы. И Айбарыс Болат уже во второй раз в этой игре сделал дубль, как говорят в спорте, записал свой счет своей команды. Байқасаңыздар, қараңызшы, Айбарыс Болаттың астындағы мынау ақжал сарайғыр қалың доданы кәдімгі жарып шығып кетуге мүмкіндігі бар. Міне осы қайталап көріністен қарасаңыздар, 3-4 аттың арасынан кеудесімен қағып өтіп кетті. Бұл да аттың күші, аттың жүрегіне байланысты негізінде. И лошадь тоже сама чувствует, как нужно проскочить, и поэтому то, что он прочувствовал своего всадника, этот конь, это тоже играет большую роль. Не зря же говорят, что в Кокпаре именно казахские кони считаются на высоком уровне, потому что они быстрые, они массивные и понимают своего хозяина. Камон дейтін дауыстарын естіп отырмыз. Моңғол Халық Республикасының азаматтарының өздерінің қарсыластарына дейтін құрметтерін көрсетіп жатқан сияқты. Қазір Серкені кәдімгі сыйлыққа береді. Салымды сыйлыққа береді деген сөз. Бұл да, міне, Монғолия мен Американың арасындағы ойында қазақтың дәстүрі жаңғырып жатыр деген сөз. Кәдімгі қонақ сыйлау, қарсыласты сыйлау, оған құрмет көрсету, ол қазақтың табиғатында бар дүние, және бұл Крит Гарник өте тамаша салым. Керемет. Мастерски забил сейчас очередной гол Крит Гарник.
серкені сырғытып әкеп өзінің жылдамдығын бәрін есептеді, салып кеткенін. Ну, о чем мы и говорили, Кайырхан. Все приходит с опытом, все приходит со временем. 20-я минута. Первый период завершен. И, как вы видите, красивую точку в первом периоде ставит Крит Гарник, капитан сборной Соединенных Штатов. И сейчас они имеют небольшую возможность передохнуть. И далее будут биться. Всего 2 периода, как вы знаете. 2 периода по современным правилам кокпара по 20 минут. Ну и вкратце, если только кто присоединился к нашей трансляции, здесь, в принципе, правила такие же, как и во многих других игровых видах спорта. Есть и удаление за нарушение, есть синие, желтые, красные карточки. Удаляются на 2 минуты. Желтая карточка — это 5 минут, ну и красная — это, как вы понимаете, удаление на всю игру. Дисквалификация. Пока что мы еще не видели, к счастью, красных карточек. Были и синие, желтые, ну, жесткие правила, разгоряченные мужчины. Все это можно понять, потому что в пылу игры всякое может произойти. Пока что таких серьезных травм, тьфу-тьфу, еще ничего не было. Грубых нарушений также, как вот говорит Кайырхан. Все проходит на взаимном уважении. Вот наше казахское гостеприимство все-таки передалось и нашим гостям. И сейчас они все вместе, все на этом ипподроме Казанат, они все казахи, так можно сказать, потому что мы играем в игру, нашу национальную игру Кокпар, и все наши гости сейчас показывают свое мастерство в Кокпаре. Что еще нужно? Что еще нужно на самом деле для счастья? Тем более мы знаем, как американцы умеют раскручивать эти виды спорта. Мы видим, знаем, что именно Соединенные Штаты сегодня, они законодатели во многих видах спорта, насколько у них все это развито, насколько это все поставлено на высокий уровень, как они привлекают спонсоров, рекламодателей. И, возможно, кто знает, возможно, в будущем игра Кокпар займет свое достойное место и в Соединенных Штатах, и будут они развивать у себя этот вид спорта, и тогда выйдем еще на больший уровень. Ну, пока что мы являемся страной, которая... Нет, не засчитали, да, сейчас, пока я говорил. Пытался американский всадник попасть в круг. Да. Заговорился я, уважаемые друзья, прошу прощения. Это хайлайтсы первого периода. Наши режиссеры Руслан Даулетов, Султан Токпаков, которые с утра до вечера работают на трансляции. С ними вместе их и младший научный сотрудник, так будем называть, Амангельда Буранова. Все трое наших ребят работают с утра до вечера на Кокпаре только для того, чтобы вы, уважаемые друзья, телезрители телеканала Каспорт, увидели все на своих экранах. Практически вся картина в таком вот укороченном варианте на наших экранах. Ну, здесь вы видите, что ни на секунду не утихали страсти между монголами и американцами. Сейчас поле готовят ко второму периоду. Ну и мы тоже ждем, как все закончится. Видно, что американцы под конец первого периода втянулись уже в игру и должны показать все свое мастерство, все свои навыки. Тем более не зря являются они потомками ковбоев, о которых мы знаем из книг, из вестернов голливудских. Екінші кезеңнің бірінші минуты және алғашқы 25 секунд аяқтала берген тұста. Құрметті көрермен, өздеріңіз көрдіңіздер. Рүстем Арслан атты балуан тағы бір салым гол жеткізді. Есептің осылайша 7-де 3-ке жеткізді. Жалпы Моңғол Халық Республикасының жігіттері бұл жерде расымен де өздерінің өте тәжірибелі екенін көрсетіп отыр. Қанша дегенмен
алтайдың етегінде қобданың жағасында аттың жалын тартып мініп өскен қазақтың баласы мұндайда тәжірибесі болмаса өздеріне сын болса керекті. Сонымен, құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызға айта кетейік. Бүгінгі ойындардан біз сіздердің назарларыңызға Түркия Республикасы мен Тәжікстан Республикасының және Қырғызстан мен Өзбекстан Республикасының құрама командалары арасындағы тартысты бәсекені тамашалайтын боламыз. Дәл қазір қайталап көріністен Рүстем Арсланның қандай салымға қол жеткізген көрдіңіздер. Доданы ақырындап айналып өтіп, командалық әріптестері оған жол ашуына мүмкіндік берді. Одан кейін командалық әріптестері тиісінше қорғанысты сыпырып алып тастады. Осы кезде дәл мәренің үстіне Рүстем Арслан Серкені тастап кеткенін көрдік. Жануарларды қорғау ұйымы бар, бүкіл әлемдік. Сол ұйымның шешімі, яғни өтініші десек те болатын шығар. Осы Серкеге байланысты осындай Серкенің баламасымен, яғни муляжбен ойнауды ұсынған болатын, және оны Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығы арнайы тапсырыспен жасатып, бұл муляжда оңайлықпен келген жоқ, құрметті көрермен. Қаншама чемпионаттарда келді, кейбірі жыртылып кетіп жатты, кейбірі дұрыс емес болды. Қаншама жыл осы муляждарды реттеп алып келген жай бар, және бұл тамаша салым. 4-ші нөмірдегі Мұрат Ерлан ойынның 23-ші минутында есепті 8-3-ге жеткізіп отыр. Мұрат Ерланның қоғыздардың салымы жалпы астындағы торы тұлпардың қандай жарап тұрғанын көрдіңіздер. Қарасаңыздар, қазір қайталап көріністен байқайтын боламыз. Және бұл жерде Серкен осылайша алды да тақымға басып, мәренің тура үстіне барған кезде қарасаңыздар, міне бұл жерде тізгінді әдемі тартып алып, бүкіл қорғаушыларды алға қарай асырып жіберді. Осылайша асықпай барып, тура мәренің қақ ортасына Серкені әдемілеп тастап кетті. Осылайша келген муляж қазір таңда Серкенің рөлін атқарып отыр. Енді әртүрлі пікір бар. Қанша дегенмен Серкеге жетпейді десе, бірі осы муляж дұрыс деген сияқты. Дегенмен де әлем чемпионаттарының ережесі болса, әлем халықтары келгеннен кейін дүниежүзілік шешімдерге бағынуға тиістіміз. Соның нәтижесінде осындай тұжырымға келді. Және бұл құрметті көрермен ешкімге екені аяқталды. Керісінше ешкімді шошытпайтын бәсекелердің бірі болды. Қазір бөркін шешіп кірісіпті 11-ші нөмірдегі Ырыс Тастүлек. Ырыс Тастүлек деген атының өзінен бұл өңірдегі ұлттық спорттың ерекше дамығанын көріп отырмыз. Өйткені қыран құсты Тастүлек деп атайтын өздеріңіз жақсы білесіздер. Және бұл муляждың салмағы да 32-35 келінің аралығында. Бұл да оңай тимейді. Тастүлек бөркін шешіп кірісіп еді. Көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Екінші кезеңнің 5 минуты өте шықты, құрметті көрермен, және 5 минуттың ішінде Моңғол Халық Республикасы 2 салым салып үлгерді. Есеп 8-3. Ортада дәл қазір жекпе-жек сайысы. Әзірге екі команда да бір-біріне өте қатты ойын өрнегін көрсетіп жатқан жоқ. Ескерту қағазын алғанда спортшылар дәл осы ойын барысында көріп отырған жоқпыз. Қараңыздар, Скотт Циммерман, құрметті көрермен, өткен жылы бүкіл әлемдік көшпенділер ойында ойнаған болатын. Айтып ауыз жиғанша қазір төрешінің сары немесе көк қағасын алатын белгілі болған сияқты спортшы. 3-ші нөмірдегі өздеріңіз көріп отырсыздар, моңғолиялық спортшы Душан Байс 5 минутқа
ойыннан шеттетілді. Оның негізгі себебін өздеріңіз де көрдіңіздер, қайталап көрінсін де көретін боламыз. Яғни жекпе-жек бітпей тұрып, жекпе-жектің алаңына ешқандай тыс жекпе-жекке шыққан спортшыларды бөлек спортша кіруге болмайды. Осы сәттен де Досжан Байыстың атының алдыңғы аяғы шеңбердің ішіне кіріп еді. 5 минутқа қысқа шықты. Яғни қаранарға отырғызды. Сонымен ары қарай бәсеке жалғасады. Америка құрама штаттарының жігіттеріне қазір есептеселуге мүмкіндік бар. 4-3. Яғни 3 қана моңғолиялық спортшы ойын өрнен көрсетті және американдықтар бір спортшыға басымдау. Қазір екі команданың өкілдерінің арасындағы тартыс. Ақбек Бақытбек өзінің тұшқылық балуан екенін көрсетті. Аттың тізгінін бұра отырып сол қолмен тартып алуға кіріскен, бірақ американдық балуанның да бұла күштің есі екенін көріп отырмыз. Сәл ғана еп жетіспейді, айтпесе бар ғой. Мына жерде талай тартысты бәсекені көруші едік. Әзірге илалап Серкен тақымға баса алмай жүрген Ақбек Бақытбекті көріп отырмыз және әттеген ай түсіріп алды қайтадан. Серкен ойын алаңның сыртына алып шығып кеткен секілді. 6-шы нөмірдегі Досан Есжан. Ортада жекпе-жек сайысымен әрі қарай бәсеке жалғасатын болады. Моңғол Халық Республикасының 3-ші нөмірлі ойыншысы Досжан Байыс 5 минуттық қаранарда тұр. Жалпы кезінде, құрметті көрермен, көкпарда арнайы қаранар жасатқан, ережені қатты бұзған адамға өздеріңіз жақсы білесіздер, қаранар дейтін қазақтың жазасы еңкейтіп бұғып соның ішіне кіргізіп қоятын болған. Енді қазір таңда қаранардың орнында қызыл, жасыл, сары карточка бар. Сол карточкалармен көрсетеміз, қағаздармен, яғни сондықтан да оның өзі бір қаранарға тұспа-тұс тезек болатын шығар деген ай. Бұл жерде 5-ші нөмірдегі Скотт Циммерман тамаша жекпе-жектен Серкені көтеріп болған, бірақ оның қарсыласы Ақбек Бақытбек расымен де өзінің қанда бар қасиетке тән құрметін көрсетіп, атқа қайта Скотт мініп алғанша күтіп тұрды қарсыласын. Оның өзі құрмет қой, енді бұлайша айтсақ. Скотт Циммерман алса екен дейтін үмітпен жүр. Бәріміз де солай үміттеніп отырмыз және Серкені тақымға басуға мүмкіндігі бар еді, бірақ жерге құлатып алды. Скотт Циммерман, Крид Гарник, Голден Гарник, жалпы Гарниктердің әулеті мұнау. Скай Гарник жаттықтырушылары баршасында өткен жыл бүкіл әлемдік көшпенді ойындарында өнер көрсеткен палуандар. Бұлар өздері регби ойынымен айналысатын болғандықтан көкпарға бір табан жақын болса керекті. Қуантай Қайыржанның тақымында Серке. Қуантай Қайыржан қазір командалық әріптестеріне Серкені ұзатып жіберуде мүмкін. Жаңа ғана Моңғол Халық Республикасына бірінші кезеңнің соңында комон деп америкалық қарсыластарын шақырып алып, тақымына Серкені басып берген досы Қуантай Қайыржан болатын. Қазір Қуантай Қайыржан Ақбек Бақытбекке Серкені ұзатты. Ақбек Бақытбектің тақымында Серке, тақымында деп айту қиын шығар, аттың қанжығасында ұстап келе жатыр. Бірақ 9-ші нөмірдегі Ти-Джей Молтонның қорғаныста қалай өнер көрсетіп жатқанын көріп отырмыз. Ақбек Бақытбек Серкені сол күйі тақымға баса алған жоқ сияқты. Егер Ақбек Бақытбекке қатты салғызғысы келсе, тура мәренің тұсына ойраған кезде бере салу керек. Ұзатып Серкені қазір 6-ші нөмірдегі Досан Есжан Серкені басып шабуылға шығып келе жатқан сәті және Ақбек Бақытбек оның қасында. Әттеген ай, Серкені ойын алаңның сыртына шығарып алды. Қойшы көп болса қойыр әмулеттің кейбінде сіздердің назарларыңызда Скай Гарник, Америка құрама штаттарының бас бапкері. Расымен де өзінің спортшылары үшін, өзінің көкпаршылары үшін қайғы жейді. Десек те, өздері атап өткендей, мұндағы келгендегі басты миссиясы көкпарды үйрену ғой енді американдықтардың. Ортадағы төреші, ортадағы шеңберге қос спортшыны шақырып,
жекпе-жек бәсекесін бастайтын болады. Халықаралық дәрежедегі төреші Ақылбай Манкеев өзі де атақты көкпаршы болған палуан. Әлі күнге дейін жаппай көкпарда шабады, дегенмен командалық көкпарды қойды. Аударыспақтан 2 дүркін Азия чемпиондары, Азияның абсолюттік чемпиондары, Қазақстанның 9 дүркін, 6 дүркін, 12 дүркін чемпиондарын шығарған жаттықтырушы қазір таңда Ақылбай Манкеев. Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы осы Ақылбай Манкеев. Сонымен Әбуғали Әбжаппаров ортада, ал оның қарсыласы Гивенс Джейсон. Гивенс Джейсон еңкейді Серкеге. Ай, аттеген ай. Серке де жоқ, салым да жоқ. Үзеңгіден де шыға алмай жатыр. Аты да қозғалмайтын бір. Осы кісілерге бір қиып қойғандай ат екен. Бәрекелді. Қазақ айтады ғой, жас бала құлаған кезде жетіге жеткенше жерден таяқ жейді дейді ғой. Сол сияқты бұл азаматтардың да көкпармен айналысқанына 1-2 жыл болды. Сондықтан тәжірибе жинағанша әлі жерден көп таяқ жейді енді. Оған дау жоқ. Бірақ аттан құлады ма екен деп жатып ап жедел жәрдемнің көмегіне жүгініп жатқан американдағы азаматтарды көрмедік. Осы қуантады. Әйтеуір онта бар, қызығушылық бар деген сөз. Сонымен Әбуғали Әбжаппаровтың тақымында Серке, Ақби Бақытбекке қайта бермесе болғанда. Сонымен мәре сызығының үстіне жақындағанда қорғанысы күшейді американдықтардың. Оны ар айналдырып, бер айналдырып Әбуғали Әбжаппаров қазір өтіп кетуге тырысқанымен американдықтар қорғанды, бірақ қорғаныстан ештеңе шықпады. Ойынның 33-ші минутында Әбуғали Әбжаппаров өзінің яғни X салымының авторы атанып отыр осы ойын барысында. Да, после длительной паузы все-таки мы увидели снова гол, и сейчас он на счету у сборной Монголии. Не зря все-таки Монголию называют также одним из сильнейших на этом турнире. Не раз они были в гостях у нас, и поэтому, конечно же, и да, и у себя вроде в Монголии они частенько играют в эту захватывающую игру. Ну а что касается американцев, мне кажется, они немного устали. Все-таки очень высокий темп пришлось им выдержать на протяжении первого периода. Очень хорошо они играли, но вот видите, во втором периоде, ну вот это как раз таки момент, когда даже, как сказал мой коллега, никто не будет смеяться, потому что это игра, здесь спорт, тяжелый спорт, поэтому, конечно же, играет свою роль усталость. Самое главное, его соперник, кокпарист Монголии, помог ему разобраться в этой ситуации, в этом и заключается дух кокпара. Очередная погоня за тем, кто первым возьмет Серке из малого круга. Шенбер называют круг. Ну, чтобы вы понимали значение этих кругов. И сейчас он попытается первым достичь до ворот, до море, чтобы зафиксировать очередной гол в копилку своей команды. Тақымында Серке. Мағжан Құрманбек 1997 жыл туған, өте жас шабандоздардың. Вот, Кайырхан, раньше было такое мнение, что в кокпар могут играть, вот, по-настоящему в красивый, качественный кокпар могут играть спортсмены, достигшие 40-летнего возраста. То есть старше 35 лет — это те люди, которые уже имеют опыт, мастерство, силу за своими плечами. И вот эти спортсмены могут показывать самый настоящий захватывающий кокпар. Но на этом чемпионате мира мы видим очень много молодых игроков. Ну и в последние годы тоже чемпионаты Казахстана, другие международные турниры. Очень много молодых игроков пришло к нам постоянно пополняют нашу команду, из года в год появляются новые таланты, и можно сказать, что кокпар на сегодня очень сильно омолодился, очень молодым стал кокпар на самом деле, игра молодых. Енді әрине, қазақтың өзі жақсылап айтады, негізі көкпар жастықтың ойыны ғой расымен де. Алмас қылыш қын түбінде жатпайды деген секілді қылшылдап тұрған жастық шағында
екі жаққа бірдей еңкейіп, Серкені екі тақымға бірдей басып жүрген жігіттер енді нағыз көкпарда ойын көрсетеді. Ал енді кішкене жасы егделек болған палуандар болады. Қараңыздар, Қуантай Қайыржан расымен де өте ақкөңіл ойыншы екенін тағы бір дәлелдетті. Екінші нөмірдегі Брэндон Ричард Брайанға қазір Серкені ұзатып берген, бірақ Брэндон жеткізе алар ма екен? Бәріміз Брэндонның жеткенін қалап отырмыз. Ай, деген Серкенің ауырлығы оны ентелетіп алып кетті. Қазір қайтадан алып беретін сияқты. Жоқ, Серке ойналаңның сыртында. Содан айтқымыз келгені, құрметті көрермен, расымен де көкпарда нағыз тепсе темір үзетін, білекті, жүректі, қайратты жігіттер ойнайды. Ал жаңағы өзің айтпақшы, жасы кішкене егделеу тартқан спортшылардың көбісі тактикаға жұмыс істейді. Қорғаныста өте әдемі өнер көрсетеді. Ал негізінен салымды апарып жерден еңкейіп алатын жастар ғой. Жас өзінікін алады дегенмен. Да, конечно. Ну, значит, в команде тоже делится. Есть свои защитники, есть нападающие. И здесь как раз-таки опытный тренер распределяет состав таким образом. Крит Гарник қазір Серкен тақымына басты, бірақ все-таки добились американцы. Бұл автогол болуға тиісті. А в свои ворота, получается, ворота своего соперника. Иә, өзінің қарсыласының қазанына апарып берді. Енді жоқ, Гарник Крит. Нет, засчитывают в пользу американцев. Все верно делает здесь американский көкпарист. Бұл жерде қараңыздар міне. Серкені Крит Гарник басып шықты да. Конечно же, любой гол, каждый гол дает эмоциональную поддержку, психологическую поддержку всей команде, и поэтому 4 гола забить Монголии — это хороший, на самом деле, хороший результат. Ну, игра еще продолжается, есть еще пару минут, чуть больше 1,5 минут. Я думаю, если здесь монголы не поставят красивую точку в этом матче... Сейчас еще есть время. Счет 9-4. Сразу видно, как американцы воспряли, стали играть более живее, потому что... Крит Гарник қазір Серкені қайтадан тақымға басып шықты, бірақ расымен осы жолы өз қазандығына, өз мәресіне қарай бара жатқан жоқ сияқты. Және дәл мәренің үстінде бұл автогол, автосалым ардақты ағайын. Және... Но он радуется, самое главное, он радуется. Ай, білмей қалдым деп тұрған сияқты. Расымен де құрметті көрермен, енді мен де бұл кісіні түсінем. Жалпы Крит Гарник өзі азамат жігіт екен. Өйткені 1-2 салымында осы Қуантай Қайыржан, Болат Айбарыс сияқты, Құрманбек Мағжан сияқты Моңғол Халық Республикасының құрамасынан жігіттер көмектесті салымына. Енді соның... Ну и вот он такой вот ответную благодарность. Сыйға сый, сыраға бал деп жатады ғой. Сондықтан енді сыйлағанның құлы бол деп Крит Гарникте мен сендердің тақымдарыңа басып бермей-ақ қояйын, өзім апарып салып берейін деді ғой деймін шіркін. Есеп енді дөңгеленбей тұрады өзде. 9 салым болып тұрады, соны дөңгелетіп 10 қылып. О чем я и говорил, уважаемые друзья. Поставили все-таки монголы усилиями американца красивую точку в этом матче. В принципе, время уже закончилось. И да, тем самым сборная Соединенных Штатов уступает Монголии со счетом 4-10. Онда 4 есебімен Моңғол Халық Республикасы жеңіске жетті. Соңғы салымдарын сыйға алды. Крит Гарник кішкене шатастырып алды. Біздің жалпы қазақстандық көкпаршылардың арасында да дәл осындай өте қызықты әңгімелер көп. Көкпаршылардың арасында жүрген кезде басқа қалаларда көп боламыз. Сол кезде расымен де көп естиміз, бірақ енді оны эфирде толыққанды тарқатып айту үшін таңды таңғыруға болады. Өйткені көкпар тарқандықтың ойыны, кеңдіктің ойыны, достықтың ойыны, әзілдің ойыны кейде. Сондықтан ондай нелердің баршасы да болып жатады. Крит Гарник есесіне бұл өзінің, яғни қарсыластарына апарып бір салымды салып бергенін
кем дегенде 5 тазы кетеді. Да, и в самом деле и такое, оказывается, бывает в Кокпаре автоголы. Ну, как и в любом виде спорта, чего ж скрывать, совсем недавно вы видели матч Селтик Астана, и тогда наши футболисты умудрились сразу 2 автогола забить. Причем это было на таком высоком уровне в плей-офф Лиги Чемпионов. Поэтому здесь, конечно, цена совершенно другая, тем не менее. Ну, мы видели радостную улыбку Криса Гарнета. Это самое главное на этом турнире. Он забил гол, хотя и против себя, тем не менее. Бастысы салым. Самое главное намерение. Самое главное, он хотел забить. Ну, а куда забил, это уже другой вопрос. И снова лучшие повторы, хайлайтсы второго периода нашему вниманию. Құрметті көрермен, енді тағы да бір естеріңізге сала кетейік. Бұл Көкпардан тұңғыш рет ұйымдастырылған әлем чемпионаты болатын, және осы әлем чемпионаты барысындағы Америка құрама штаттары мен Моңғол Халық Республикасының құрама командаларының арасындағы тартысты бәсекені тамашаладыңыздар. Казспорт телеарнасы ұлттық спорттың ұлт қуаты екенін айғақтаумен келе жатқан өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан да чемпионат барысындағы өте тартысты ойындардың баршасын сіздердің назарларыңызға ұсынып отырамыз. Бұдан кейін, құрметті көрермен, сіздер Түркия Республикасы мен Тәжікстан Республикасы және Қырғызстан мен Өзбекстан құрамаларының арасындағы бәсекені тамашалайсыздар. Біз өздеріңізбен ешқашанда қоштасқымыз келмейді, тек келесі ойында тілдескенше дейміз.